Кэтрин үйіне қарай асығып бара жатқан еді. Өйткені жауып жатқан жауынның ақыры селге ұласатыны анық еді. Осылай кетіп бара жатқанда оның көзі сұр құйрықты жануарға түсіп қалады. Бірақ бұны жай тышқан шығар деп ойлайды. Ал тышқан деп ойлағаны басын көтергенде көзі жабық екенін көреді. Сол кезде ғана Кэтрин бұның жаңа туылған мысық екенін түсініп, осындай жауында қалдырып кетуге дәті бармады. Кэтрин мысықты алғаш рет өте кішкентай, суықтан дірілдеп тұрған жерінен кездіреді. Арада 12 күн өткеніне қарамастан мысық бар жоғы 100 грамм салмақта. Әлі де болсын көзін ашпаған. Мысық өзі жеуге қауқарсыз болғандықтан оны шприцпен тамақтандырады. Ал кейін өз қолымен оған сүтті ішуді үйретеді. Осылай күндерден күндер өтіп кетерін ақыры мысығының сұлу көздерін көреді. Мысыққа бар қамқорлығын төгіп, ақыры оның еңбегі ақталып, мысық Кэтринді қатты жақсы көріп кетті. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар